Жасыңыз ұлғайған сайын адамның жүрегін жылытатын ең үлкен бақыттың бірі не екенін білесіз бе? Бұл үлкен үй де емес, қымбат көлік те емес, жиналған дүние де емес. Бұл есіктен жүгіріп кіріп, әже немесе ата деп құшақтайтын немеренің дауысы. Бірақ өкінішке орай, бүгінгі күні көптеген ата мен әже немерем телефоннан бас алмайды, бізге келгісі келмейді, бізбен ұзақ отырмайды, бізді іздемейді деп қиналады. Көп адам мұның себебін заманнан көреді, телефоннан көреді, интернеттен көреді, бірақ шын мәнінде мәселе әрдайым сондай бола бермейді. Кейде немере мен ата-әженің арасындағы жылулықты өзіміз байқамай әлсіретіп аламыз. Ал кейде бір ғана дұрыс әрекет немеренің жүрегінде өмір бойы сақталатын естелік қалдырады. Бүгін біз дәл осы туралы сөйлесетін боламыз. Немерелеріңіз сізді тек мерекеде ғана емес, күнделікті өмірде де сағынып, өз еркімен іздеп тұруы үшін не істеу керек? Соңына дейін осыны тыңдаңыз. Өйткені соңында айтылатын кеңес көп ата мен әженің көзқарасын өзгертуі мүмкін. Ал ең алдымен соңғы видеоларымыздан келген арнамызға қосылған барлық жаңа оқырмандарға үлкен алғысымды айтқым келеді. Сіздердің әрбір жылы пікірлеріңіз бізге шабыт беруде. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға жету. Егер отбасы, бала тәрбиесі, ата-ана мен немере арасындағы сыйластық туралы осындай пайдалы видеоларды жіберіп алғыңыз келмесе, дәл қазір арнаға жазылып қойыңыз. Ал енді бастайық. Немереге ең қажет нәрсе не? Көп адам ойлайды, немереме қымбат сыйлық алып берсем, мені жақсы көреді деп. Әрине, бала сыйлыққа қуанады, бірақ уақыт өте келе сол ойыншық ескіреді, киім кішірейеді, телефон ауысады, ал бір нәрсе ғана адамның есінде өмір бойы қалады. Ол сезім. Немере сіздің жаныңызда өзін қалай сезінді? Ол өзін қауіпсіз сезінді ме? Ол өзін жақсы көрілген адам ретінде сезінді ме? Әлде үнемі сын естіп отырды ма? Адам баласы есейген кезде нақты сөздерді ұмытуы мүмкін, бірақ жанында қандай сезімде болғаны ұмытпайды. Сондықтан бүгіннен бастап өзіңізге мына сұрақты қойып көріңіз. Менің немерем менің қасымда болғанда өзін қалай сезінеді? Егер осы сұраққа жауап бере алсаңыз, бүгінгі видеодағы кеңестер сізге одан да пайдалы болады. Бірінші кеңес: немереңізге уақыт бөліңіз. Қазіргі өмір өте жылдам, бәріміздің шаруамыз көп, бірақ бала үшін ең қымбат сыйлықтың бірі сіздің уақытыңыз. Егер немереңіз келген сайын бар теледидар көр, бар телефон ойна деп қоя берсеңіз, ол сіздің үйіңізді жай ғана басқа бір үй ретінде қабылдайды. Ал егер сіз кел бірге шай ішейік, кел сурет салайық, бірге серуендейік деп уақыт бөлсеңіз, оның жүрегінде сізге деген ерекше сезім қалыптасады. Көп уақыттың қажеті жоқ, кейде 10-15 минуттың өзі жеткілікті. Бастысы сол сәтте телефоныңызға емес, немереңізге қараңыз, бала өзін маңызды сезінсін. Екінші кеңес: әр кездескен сайын ақыл айта бермеңіз. Бұл көптеген ата мен әженің байқамай жасайтын қателігі. Немере келген бойда түзу отыр, ойлай істеме, мынауың дұрыс емес, сен тағы деп бастаймыз. Әрине, тәрбие керек, бірақ тәрбие тек ескерту емес. Бала сізді көрген сайын тек ескерту еститін болса, бірте-бірте сіздің қасыңызда еркін болудан қалады. Ал еркіндік жоғалған кезде жақындық та азаяды. Сондықтан алдымен жылы қарсы алыңыз, құшақтаңыз, жағдайын сұраңыз, содан кейін ғана қажет болса ақырын бағыт беріңіз. Үшінші кеңес: немереңізді басқа балалармен салыстырмаңыз. Ағаң қандай жақсы оқиды, көршінің баласы қандай тәртіпті, сен неге сондай емессің? Осындай сөздерді көп бала естіп өседі. Бірақ салыстыру ешқашан баланы жақсы жаққа өзгертпейді, керісінше оның өзіне деген сенімін азайтады. Әр баланың мінезі әртүрлі. Біреу көп сөйлейді, біреу үндемейді, біреу спортты жақсы көреді, біреу кітапты жақсы көреді. Сондықтан немереңізді басқа біреумен емес, кешегі өзімен салыстырыңыз. Сен бұрын бұлай жасай алмайтын едің, қазір жақсы жасап жүрсің деген сөздер арқылы. Осындай сөздер баланың жүрегіне күш береді. Төртінші кеңес: немереңіздің ата-анасының беделін түсірмеңіз. Бұл ең маңызды кеңестердің бірі. Кейбір ата-әжелер байқамай анаң түсінбейді, әкең қатал, маған кел деп айтып жатады. Мұндай сөздер балаға қызық көрінуі мүмкін, бірақ оның ішінде үлкен мәселе жатыр. Бала екі жақсы көретін адамның ортасында қалады. Ол кімді тыңдарын білмейді. Сондықтан немереңіздің алдында ешқашан оның ата-анасын құрметтемей қоймаңыз. Анаң дұрыс айтып тұр, әкең сені жақсы көргендіктен айтып отыр деп сөйлеңіз. Сонда бала сіздің де сөзіңізді құрметтейді. Бесінші кеңес: әр келген сайын тек ақша бермеңіз.
Кейбір адамдар махаббатты ақшамен көрсетуге үйреніп кеткен. Немере келсе ақша береді, кәмпит береді, сыйлық береді. Әрине мұның бәрі жақсы, бірақ егер немеренің есінде сіз туралы тек ақша қалса, бұл жеткіліксіз. Оның есінде сіздің күлкіңіз қалсын, даусыңыз, әңгімеңіз, құшағыңыз қалсын, бірге серуендеген күніңіз қалсын, бірге бауырсақ пісірген күніңіз қалсын, бірге бақшада жұмыс істеген күніңіз қалсын. Өйткені дәл осындай естеліктер адамды өмір бойы жылытады. Бір қызық нәрсе байқағансыз ба? Кейбір адамдардың немерелері есік ашылған бойда жүгіріп келеді, ал кейбіреулеріне келсе ұзақ отырғысы келмейді. Неге? Бұл тек мінезге байланысты емес, көбіне үлкендердің қарым-қатынасына байланысты. Енді көптеген ата мен әже байқамай жіберетін, бірақ жылдар өте келе қарым-қатынасқа қатты әсер ететін әдеттерге тоқталайық. Өйткені немере ата мен әжені тек туған үшін ғана жақсы көрмейді, ол өзін жақсы көрген, тыңдаған, түсінген адамға жақындайды. Ал енді келесі маңызды кеңестерге көшейік. 6-шы кеңес: немереңізді тыңдауды үйреніңіз. Көп жағдайда үлкендер сөйлейді, ал балалар тыңдайды, бірақ кейде бәрін керісінше жасап көріңіз. Немереңіз мектепте не болғанын айтып жатыр ма? Досы туралы айтып жатыр ма? Бір мультфильм ұнағанын айтып жатыр ма? Мүмкін сізге ол әңгіме маңызды емес сияқты көрінетін шығар, бірақ бала үшін ол өте маңызды. Егер сіз қойшы, оның не қызығы бар деп сөзін бөліп жіберсеңіз, ол келесі жолы сізге ештеңе айтқысы келмейді. Ал егер қызығып тыңдасаңыз, сосын не болды, сен не істедің, саған ұнады ма деп сұрасаңыз, бала сізді өзіне жақын адам ретінде қабылдай бастайды. Баланың жүрегіне жол кейде үлкен ақылдан емес, қарапайым тыңдай білуден басталады. 7-ші кеңес: немереңіз қателессе, бірден ұрыспаңыз. Баланың қолынан бір нәрсе түсіп кетуі мүмкін, қымбат затты сындырып алуы мүмкін, үйді шашып кетуі мүмкін. Сол сәтте ашулану оңай, бірақ өзіңізді бір сәтке тоқтата тұрыңыз. Өзіңіз де бала болдыңыз, сіз де қателестіңіз. Егер немереңіз әр келген сайын тағы ұрсады деп қорықса, ол сіздің үйіңізге келуге асықпайды. Әрине қателігін түсіндіру керек, бірақ қорқытып емес, түсіндіріп. Келесіде абай болайық, ештеңе етпейді, бәріміз де қателесеміз. Осындай сөздер баланың өзіне деген сенімін сақтайды. 8-ші кеңес: тек өткенді ғана айта бермеңіз. Үлкендер өткенді жақсы еске алады. Бұл өте керемет қасиет. Бірақ немереңізбен сөйлескенде әңгіменің бәрі біздің кезде, баяғыда, бұрын деп бастала берсе, бала қызығушылығын жоғалтады. Өткен өміріңізді айтыңыз, бірақ оның бүгінгі өміріне де қызығушылық танытыңыз. Қандай кітап оқып жүрсің, қандай спорт ұнайды, қандай ән тыңдайсың, болашақта кім болғың келеді деген сияқты сұрақтар сіздердің араларыңызды жақындатады. Немереңіз сізді өткеннің ғана емес, бүгінгі күннің адамы ретінде қабылдайды. 9-ші кеңес: немереңіздің арманын кішірейтпеңіз. Кейде бала мен ұшқыш боламын, мен дәрігер боламын, мен суретші боламын дейді. Ал үлкендер одан ештеңе шықпайды, қиын мамандық, қой басқа нәрсе таңда деп жатады. Әрине өмірдің қиындығын сіз жақсы білесіз, бірақ баланың арманына күлмеңіз. Керісінше, егер жақсы оқысаң, бәрі мүмкін деп жігер беріңіз. Кейде бір ғана жылы сөз баланың бүкіл өміріне әсер етеді. Бір ғана ауыр сөз оның өзіне деген сенімін жоғалтуы мүмкін. 10-шы кеңес: әр келген сайын үйіңізде жылы атмосфера болсын. Ойланып көріңізші, сіздің үйіңізге келген адам қандай әсермен қайтады? Үнемі айқай ма, ұрыс-керіс пе, реніш пе, әлде күлкі ме? Шай үстіндегі әңгіме ме? Бала үйдің энергиясын өте жақсы сезеді. Егер сіздің үйіңізде тыныштық болса, ол тағы да келгісі келеді. Егер үйіңізде үнемі біреуді жамандап отырсаңыз, немереңіз ондай жерде ұзақ отырғысы келмейді. Үйдің берекесін ақша емес, ондағы адамдардың сөзі қалыптастырады. 11-ші кеңес: немереңіздің әр жетістігін бағалаңыз. Кейде үлкендер тек үлкен жетістікке ғана қуанады, ал бала үшін кішкентай жетістіктің өзі маңызды. Бірінші рет кітапты өзі оқыды ма, сурет салып шықты ма, жарыста жүлде алмады, бірақ соңына дейін қатысты ма? Осының бәрін байқап, жарайсың, сен тырыстың, мен сенімен мақтанамын деп айтыңыз. Бала дәл осындай сөздерді өмір бойы ұмытпайды. 12-ші кеңес: телефон арқылы да жақын болуға болады. Қазір өте көп отбасы әр қалада тұрады. Кейде немерелеріңізбен күнде кездесе алмайсыз, бірақ бұл қарым-қатынасты тоқтату деген сөз емес. Кейде бейне қоңырау шалыңыз, туған күнімен бірінші болып құттықтаңыз, мектептегі жетістігін сұраңыз. Қалайсың деген бір ауыз сөздің өзі баланың есінде қалады. Өйткені ол атам мен әжем мені ұмытпаған екен деп сезінеді. Қарым-қатынасты жақын ұстайтын әрқашан қашықтық емес, ықылас.
13-ші кеңес: әр кездесуді естелікке айналдырыңыз. Ойланып көріңіз, сіз өз ата-әжеңізден нені есіңізде сақтадыңыз? Мүмкін олардың бауырсағы шығар, мүмкін ертегісі шығар, мүмкін бірге бақшада жүрген күніңіз шығар. Міне дәл осындай естеліктер адаммен өмір бойы бірге жүреді. Сондықтан немереңіз келген сайын ерекше бір дәстүрді қалыптастырыңыз. Мысалы, әр сенбі бірге бауырсақ пісіру, бірге кітап оқу, бірге ағаш отырғызу, бірге суретке түсу. Осындай қарапайым дәстүрлер немереңіздің жүрегінде мәңгі қалады. 14-ші кеңес: немереңіздің көзінше ешкімді жамандамаңыз. Бала үлкендердің бәрін тыңдайды, сіз байқамасаңыз да. Егер сіз әр келген сайын туысты, көршіні, келінді, күйеу баланы немесе басқа адамдарды жамандап берсеңіз, бала мұны қалыпты нәрсе деп қабылдайды. Одан да жақсы сөз айтуға үйретіңіз, адамның жақсы қасиетін көруге үйретіңіз. Бұл оның мінезіне де әсер етеді, ал сіздің сөзіңізге деген құрметін де арттырады. 15-ші кеңес: немереңізге сіздің жаныңызда қателесуге болатынын сезіндіріңіз. Ең жақсы ұстаз кім? Қателескенде қорқытпайтын ұстаз. Ең жақсы ата-әже кім? Қателескенде баланы жерге қаратпайтын ата-әже. Егер немереңіз бір нәрсені дұрыс істемесе, оған тағы да бір мүмкіндік беріңіз. Өйткені өмірдің өзі адамды жеткілікті түрде үйретеді. Ал ата мен әженің міндеті тек сынау емес, қолдау көрсету. Бірақ осы айтылған кеңестердің бәрінен де маңызды бір нәрсе бар. Кейбір ата мен әже соны түсінгеннен кейін немерелерімен қарым-қатынасы мүлде өзгерген. Бұл туралы қазір сіздерге айтып беретін боламын. 16-ші кеңес: немереңіздің жүрегіне жол табу үшін әуелі оның ата-анасын сыйлаңыз. Кейбір ата-әже немересін қатты жақсы көргенмен, оның әке-шешесімен жиі ренжісіп қалады. Бала бәрін байқайды, ештеңе айтпаса да бәрін сезеді. Егер немере үнемі әжем анамды жақтырмайды екен, атам әкемді сынай береді екен деп өссе, оның жүрегінде ауыр сезім пайда болады. Ол бір жағынан сізді жақсы көреді, екінші жағынан ата-анасын да жақсы көреді. Сөйтіп, екі оттың ортасында қалады. Ешбір бала дәл осындай жағдайда болғысы келмейді. Сондықтан немереңізді жақсы көрсеңіз, ең алдымен оның ата-анасын құрметтеңіз. Бұл олардың барлық ісімен келісу деген сөз емес, бірақ олардың беделін түсірмеу деген сөз. Егер келініңізге немесе күйеу балаңызға ренжісеңіз, оны немереңіздің көзінше айтпаңыз. Баланың жүрегіне тыныштық керек. 17-ші кеңес: немереңізге өзіңіздің өмір жолыңызды айтыңыз. Қазіргі балалар өте көп ақпарат көреді, бірақ өз ата-әжесінің өмірін толық біле бермейді. Bir күні немереңізден сұрап көріңіз: атаңның бала кезінде қандай қиындық көргенін білесің бе? Әжеңнің жастық шағы қандай болғанын білесің бе? Көп жағдайда жауабы жоқ. Ал сіздің өміріңіз үлкен кітап. Сол кітапта немереңізге өзіңіз оқып беруіңіз керек. Бірақ мақтану үшін емес, өмірден сабақ алу үшін. Мысалы, алғашқы еңбек ақыңызды қалай алғаныңызды айтып беріңіз. Алғашқы жұмысыңызды, ауылдағы балалық шағыңызды, қандай қиындықтарды жеңгеніңізді. Осындай әңгімелер немеренің бойында еңбекке, төзімділікке және отбасы тарихына деген құрмет қалыптастырады. 18-ші кеңес: дұға жасауды ұмытпаңыз. Кейбір нәрсені ақша да бере алмайды, кейбір нәрсені ақылда өзгерте алмайды, бірақ ата-әженің шынайы тілегі мен батасы баланың жүрегіне ерекше әсер етеді. Немереңіз үйден шығып бара жатса, жолың ашық болсын, Алла сені қолдасын, білімің арта берсін, жақсы адам болып өз деп ақ тілегіңізді айтыңыз. Бұл сөздер сол сәтте қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ жылдар өткенде немереңіз дәл осы сөздерді есіне алады. Кейбір адамдар өмір бойы әжесінің батасын ұмытпайды, өйткені жақсы сөздің күші өте үлкен. 19-ші кеңес: заман өзгерген, қабылдаңыз. Көп ата-әже біздің кезде бәрі басқаша болды деп айтады. Я, расында басқаша болды, бірақ бүгінгі балалар басқа заманда өсіп жатыр. Олардың оқуы да басқа, технологиясы да басқа, қызығушылығы да басқа. Егер біз тек біздің кезде деп айта берсек, олардың әлемінен алыстап қалуымыз мүмкін. Керісінше, олардың қызығушылығына да көңіл бөліңіз. Қандай кітап оқиды, қандай спортпен айналысады, нені жақсы көретін, барлығын сұраңыз, қызығыңыз. Бала сіздің оны түсінуге тырысатыныңызды сезеді, ал адам өзін түсінуге тырысқан адамға әрқашан жақындайды. 20-ші кеңес: немереңізге ең үлкен мұра сіздің мінезіңіз. Көп адам мұраны тек үй немесе ақша деп түсінеді, бірақ ең үлкен мұра сіздің мінезіңіз. Егер немереңіз сізден мейірімділікті, сабырды, кешірімділікті, адалдықты, еңбекті үйренсе, бұл оған өмір бойына жетеді. Балалар сөзден бұрын әрекетті көреді. Егер сіз өзгелерге құрметпен сөйлесеңіз, ол да соны үйренеді. Егер сіз уәдеңізде тұрсаңыз, ол да соны қалыпты нәрсе деп қабылдайды.
Егер сіз қиындықта сабыр сақтасаңыз, ол да ертең сондай адамға айналады. Сондықтан немереңізге ең үлкен тәрбиені ұзақ сөзбен емес, өз өміріңізбен беріңіз. Енді сізге бір сұрақ қойғым келеді. Немереңіз сізді не үшін есіне алады? Сіз алып берген сыйлық үшін бе, әлде сіздің жылы құшағыңыз үшін бе? Сіз берген ақша үшін бе, әлде бірге өткізген бақытты күндер үшін бе? Ойланып көріңізші. Адам қартайғанда ең қатты сағынатыны балалық шағында өзін бақытты сезіндірген адамдарды. Егер сіз сол адамдардың бірі болсаңыз, немереңіз сізді ешқашан ұмытпайды. Өмір өте тез өтеді. Бүгін ғана дүниеге келген немере ертең мектепке барады, артынша студент болады, жұмысқа орналасады, отбасы құрады, уақыт ешкімді күтпейді. Сондықтан кейін сөйлесермін, кейін уақыт табармын, кейін қыдыртармын деп жүрмеңіз. Бүгін құшақтаңыз, бүгін жақсы сөз айтыңыз, бүгін уақыт бөліңіз, ертең кеш болуы мүмкін. Бір күні немереңіз сіздің есеп, одан атаң қандай адам еді, әжең қандай кісі еді деп сұраса, сол кезде оның жауабы қандай болуын қалайсыз? Үнемі ұрсатын деп айтқанын ба, әлде мені әрқашан күлімдеп қарсы алатын, мені тыңдайтын, маған сенетін, маған дұға жасайтын, қасынан кеткім келмейтін деп айтқанын қалайсыз ба? Бүгінгі әрекетіңіз сол жауапты қалыптастырып жатыр. Немеренің жүрегіне жол табу қиын емес. Оған көп ақша да керек емес, үлкен сыйлық та қажет емес. Оған ең алдымен уақытыңыз керек, жылы сөзіңіз керек, шынайы ықыласыңыз керек. Тыңдай білуіңіз керек. Ал ең бастысы, ол сіздің жаныңызда өзінің қауіпсіз әрі жақсы көрілген адам ретінде сезінуі керек. Сонда ол есейсе де сізге келеді, жұмысы көбейсе де хабарласады, өз балалары дүниеге келсе де сізді ұмытпайды. Өйткені жүрекке жол тапқан адам ешқашан ұмытылмайды. Егер осы видеода айтылған кеңестердің біреуі жүрегіңізге жақын тисе, пікірге немере жүректің қуанышы деп жазып кетіңіз. Сіздің пікіріңізді оқу біз үшін үлкен қуаныш. Соңғы видеоларымыздан кейін арнамызға қосылған барлық жаңа оқырмандарға тағы да үлкен рахметімді айтқым келеді. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында арнамыз күн сайын өсіп келеді. Біздің осы айдағы мақсатымыз 1000 оқырманға жету. Егер отбасы, ата-ана, бала тәрбиесі, немере тәрбиесі және өмірлік тәжірибе туралы осындай пайдалы видеоларды көргіңіз келсе, дәл қазір арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл видео сізге пайдалы болса, оны өз бауырларыңызға, достарыңызға немесе ата-аналарына жібере қойыңыздар. Мүмкін дәл осы видео бір отбасының арасындағы жылулықты сақтап қалуға себеп болар. Сау саламат болыңыздар. Алла отбасыларыңызға береке, балаларыңызға амандық, ал немерелеріңіздің жүрегіне сіздерге деген шексіз сүйіспеншілікті нәсіп етсін.